Адамзат өмір сүре келе әртүрлі ауруларға, кездейсоқ ауруларға шалдығатын болады. Бірақ соның арасында қандай ауруларды біздер емдейміз? Тек қана жанымызға батқан, ауырған жерлерімізді ғана емдейтін боламыз. Ол да болса буын ауру, аяқ ауру, бас ауру дейміз. Қай жеріміз қаттырек ауырса, сол жерді емдеуге тырысамыз. Бірақ ең маңызды және де ең қажетті орган бауырды ұмытып қоямыз, ағайын. Ассалаумағалейкум, эфирде Тибет каналы, өздеріңіздермен доктор Шырхан. Бүгін біз елімізде көптен тарап жатқан жалпы бауыр ауруының ең қауіптісі әрі ең бастамасы дейміз, жыравой гепатоз, яғни бауырдың майлануын талқылайтын боламыз. Жыравой гепатоз, яғни бауырдың майлануы неден болып туылады? Неден, қандай бірінші белгілері болады? Қандай ауыртпашылықтар болады? Соның барлығын бірге тәркілейтін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар және тіркелуді ұмытпаңыздар. Өздеріңіз білетіндей, бауыр ауруы білінбейді, яғни бауыр ауырған ешқашан былай қатты ауырсынып білінбегендіктен көбінесе өткізіп аламыз көп жер ауруларды. Ол мысалы үшін гепатит С болсын, жыравой гепатоз болсын, қандай да болғанда. Одан кейін жыравой гепатоздан кейін фиброз деген қатты қауіпті ауру бар негізі. Соған жеткенше біздер жалпы ешқандай белгілерін байқамайтын боламыз. Қандай анализде тапсырамыз? Бауыр ауруға біріншіден көп адам УЗИге тапсырған кезде біліп жатады, бауырыңыз май басыпты жетеді, және АСТ, АЛТ деген анализдер жүйесі болады. Солардың уровень барлық нәтижесін зерттеп, одан кейін бауыр майланды деп жалпы диагноз қойып жатады, өзіміздің гепатологтар. Сол себепті білетіндеріңіз болатын болса, егер көп адам, егер шалдыққандарыңыз болатын болса, мысалы үшін бауыр майлануына, көбінесе ұйқы безі де қабынған деп жатады. Не үшін? Өйткені ұйқы безі мен бауыр бірге былай айтқанда серіктес болып келеді. Егер ұйқы безінен панкреатин деген пигмент бөлінбесе, яғни адамның бауырына май баса бастайды. Ол адамның бауырына ол фильтр болғандықтан көбінесе жеген ішкен асымызда, алкогольде барлығы соның ішіне, яғни не келеді? Зиянды болып келеді. Одан кейін оларды постоянно майларын ыдыратып, фильтрлерін тазалатып тұратын, көмекке келетін, ол ұйқы безінен бөлетін панкреатин деген гормон болып табылады. Егер ол бөлінбесе, май ыдырамай бастайды. Сол себепті именно сол ұйқы безіндегі бөлінетін панкреатин жалпы пигментін бөлдіру үшін қандай керекті нәрселер керек болады сіздерге? Соны жазып алыңыздар, немесе бір жерге заметка қылып қойсаңыздар да болады. Бауыр соңына дейін, яғни күреседі, үндемейтін, яғни орган болып табылады. Ең соңғы бір кішкентай бір кусок қалғанша, ол байқұс ештеңе үн қатпайды, ісініп кетеді, кішкене ауырсыну бірақ қойып қалатын кездері болады. Сол үшін көбінесе мән бермей жатамыз. Яғни оның клеткалары өздігінен жалпы восстановление болады. Бірақ қай кезде өз-өзін бауыр тіктей алады? Егер организмде селен деген элемент болса ғана. Егер селен деген элемент болмайтын болса, онда не қандай дәрі ішсеңіздер де, не қабылдасаңыздар да бауырдың клеткалары, яғни жасушалары қайттан өңделмейді. Сол себепті қазіргі таңда жалпы медицинадан тыс, яғни медицинада не береміз бауыр ауырғанда? Гептрал, мысалы үшін эссенциале болсын, мысалы үшін өт қойланған кезде ұрсасам болатын болса, егер именно соған кішкене көмектесемін, ұйқы безінің жалпы панкреатин пигментін бөлдіремін деп ойласаңыздар, онда ең главный мәселе бұл жерде табиғи заттар қолданған жөн. Ол қандай табиғи заттар? БАДы немесе әртүрлі майлар деп айтып тұрған жоқпын. Бұл жерде кәдімгі табиғи нәрсе куркума болады. Куркума деген естіген боларсыздар. Куркума жалпы табиғатта өсетін, тамаққа да қолданады, көбінесе өсімдік болып келеді. Вот сол куркуманы егер қандай да бір таба алсаңыздар, аптека болсын, басқа жер болсын, майлары сатылады, мысалы үшін. Немесе оны өздігінен сығып та, мысалы үшін, куркумадан жалпы әртүрлі жалпы пайдалы дәрмектер жасайды, мысалға. Енді бағана айтқандай селен деген элементті қайдан алса болады? Оны тікелей аптекадан алсаңыз болады, селен деген витамин бар ма деп. Егер сіздер аптекаға жүгінбеймін, былайша өзім көремін десеңіздер, кәдімгі асқабақтың дәндерін жесеңіздер, асқабақты қайнатып, немесе қуырып, немесе манты пісіретін мантоваркаға парландырып, пісіріп жесеңіздер болады. Күнделікті 300 грамм рационға 300 грамм асқабақты қоссаңыздар өте күшті болады. Және де 150 грамм куркума
жеп тұру керек күніне. Егер бауырыңыз майланған болса, егер көмекке керек заттар керек болатын болса, вот селенді осы қайдан аламыз деген сұраққа куркумадан аламыз мысалға да. Енді келесі мәселе, ұйқы безінен сол бөлінген пигмент, яғни сол панкреатин бөліне бастағаннан кейін не болады? Яғни бауырдың сыртына қаптаған май ыдырай бастайды. Жировой гепатоз қазіргі таңда емделеді ағайындар, емделеді, емделмейді деп қорықпаңыздар. Ол емделмейтін, ары қарай цирроз болып кеткен кезде, Құдай сақтасын, сол кезде қорықсаңыздар болады былай айтқанда. Ал оған дейін емделетін нәрселердің түрлері көп, қазіргі таңда медицина дамып баратыр. Анализ тапсырудан қорықпаңыздар. Әр мынау 2-3 ай сайын бауырыңызды кішкене қабырғаның оң жағы ауырды ма, обязательно түрде барып врачқа көрініп, обязательно УЗИге түсіресіз ба, немесе частный клиникалар, яғни жеке клиникаларға барып түсіресіз бе, оның ешқандай разницасы жоқ, яғни оны өзіңіз түсіре берсеңіз де болады. Ең бастысы, өз денсаулығыңызға өзіңіз немқұрайлы қарамасаңыз болды. Дұрыс қой, сол себепті шипаны ол ар жақтан әртүрлі Қытайдың дәрісін, шөбін ішіп жүргенше, өзімізді кәдімгі табиғи нәрселермен емделгендеріңіз дұрыс. Әрі былай айтқанда эффекті күштірек болады. Ал құрметті көрермендер, егер де бір осы бауыр жолдары бойынша, жалпы өт жолдары және ұйқы безі бойынша қабынулар болған болса, қандай да бір мәселелер болатын болса, мынау өзіміздің осы Тибет каналымыздың комментарийіне жазып, аты жөніңізді немесе хотя бы телефоныңызды жазып қойсаңыздар, кері байланысқа шығатын боламыз. Және де мынау алдағы уақытта керекті мынау информацияны жоғалтылмау үшін, былай айтқанда, біздің каналымызға тіркеліп өтсеңіздер өте күшті болады. Сіздермен болған доктор Шырхан, қош сау болыңыздар.